Сәлем достар, менің атым Салтанат. Бүгін сендермен кибер алаяқтар туралы сөйлесеміз. Бұлар интернет қолданушыларын, мысалы фишинг сайттарға вирустық сілтемелер жіберу арқылы алдайтын алаяқтар. Кейбір алаяқтардың тұзағына көбінесе балалар түседі. Мысалы, қаскүнемдер танымал ойында тегін жүктеп алуды ұсынатын хабарлама жіберуі мүмкін. Сілтемемен өткен кезде бала жеке деректерді және барлық құпия сөздерді жинайтын және оларды кибер қылмыскерлерге беретін ойынмен бірге вирустарды да іске қосады. Күмәнді сілтемелерді баспаңыз және лицензиясы жоқ қолданбаларды жүктемеңіз. Алаяқтар сілтемеге өткен сіздің немесе ересектердің банк картасының деректемелерін алуды көздейді. Олар сізді ақшалай жүлделермен, сіз мүлде қатыспаған түрлі ұтыс ойындарындағы сыйлық туралы хабарламалармен қызықтыруы мүмкін. Есіңізде болсын, карта мәліметтерін, әсіресе артқы жағындағы 3 таңбалы кодты және картаның жарамдылық мерзімін ешкімге жіберуге болмайды. Құрылғыңызға антивирус орнатып, оны жаңартып отырыңыз. Интернетте сіз және сіздің картаңыз туралы құпия ақпаратты алғысы келетін бейтаныс адамдарға сенбеңіз. Сақ болыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.